Сәлем достар, біздің арнаға қош келдіңіз. Бүгін біз сіздерге бүйрек ауруының сіз білмейтін 10 белгісі туралы айтатын боламыз. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіз. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамның қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мл қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып, уқалап массаж жасап, немесе қыздыратын мазь жағып, өз бетімізше емдеуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап алып, ем жасамасаңыз, соңы айықпас дертке ұласуы ықтимал. Сонымен бүйрек ауруларының белгілері қандай? Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды. Ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Бірінші белгісі, ол зәрдің көбіктенуі. Кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз, немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Екінші белгісі, зәр түсінің өзгеруі. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарды бере алады. Жалпы, дені сау адамның зәрі ашық сары болуы керек. Ал егер бүйректе қандайда бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызыл түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Десе де, несептің түсі тұтынған тамағыңызға қарай да өзгеріп тұрады. Егер қызылша, қымыздық жесеңіз, ол несептің түсін айтарлықтай өзгертеді. Үшінші белгісі, зәр түсінің тұнық болмауы. Бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ, сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байланудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршіктер болмай, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзаны артық тұздан тазалау керек. Сондай-ақ дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Төртінші белгісі, ауырлық сезсеңіз. Бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандайда бір толқынды сезсеңіз, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергені деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқсу пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Бесінші белгісі, ол әлсіздік. Бүйрек эритроциттің және жілік майын ынталандыратын эритропоетин гормонының түзілуіне қатысады. Егер ол зақым алса, гормонның бөліну деңгейі төмендеп, адам әлсіздікті сезінеді. Мұны көпшілігі қаназдықпен шатастырып жатады. Бүйрек ауырғанда бойыңызды әлсіздік билейді. Үнемі шаршауды сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Алтыншы белгісі, басыңыз ауырып айналады. Бүйректің негізгі жұмысы ағзадағы артық затты шығару екенін айттық. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығы, улы заттар сыртқа шықпай, қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсер етеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып, өзін жайсыз сезінеді. Жетінші белгісі, ішіңіз ауырып, құсқыңыз келсе. Егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз де бұл белгілер орын алса, онда бүйрегіңіз ауыра бастағанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрлі тағамдарды тұтынсаңыз да құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексертуге тура келеді. Сегізінші белгісі, кіші дәретке жиі барғыңыз келсе. Бірден әжетханаға барғыңыз келіп, бірақ 1-2 тамшы ғана кіші дәретке отыратын болсаңыз, онда сізге шын мәнінде алаңдауға тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолына инфекция түссе, ол циститтен хабар береді. Сонымен қатар, бүйрек ауруының, тас байланудың, қант диабетінің басты белгілері болып табылады. 9-шы белгісі, тері солғын тартып құрғаса.
Бүйрек өз кезегінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, улы затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, су мен минералды заттар жоғалып, терінің құрғауы мен қабыршақтануына әкеледі. 10-шы белгісі, қан қысымыңыз көтерілсе. Ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Бүйректің саулығын білу үшін терапевт немесе нефролог дәрігердің қабылдауына жазыласыз. Дәрігер сізге несеп пен қанға талдау жасауға және бүйрек пен несеп жолдарын ультрадыбыстық зерттеуден өткізуді ұсынады. Адам бүйрегі ауыратынын біле ала ма? Нефрологқа келетін пациенттер көбіне қан қысымы көтеріліп, аяғы сетінін айтады екен. Жүрегі айнып, ентігетіндер де бар, бірақ дәрігердің айтуынша, мұның бәрі бүйректің жұмысынан емес, басқа себептен де болуы мүмкін. Дәрігер бүйрегі ауырғанын сезген адам өзін-өзі емдеумен айналыспауы керек екенін ескертті. Диагнозды анықтау үшін қан, зәр анализі алынып, орган ультрадыбыспен зерттелуі керек. Бүйрек ауруы жүкті әйелге қалай әсер етеді? Алғашқы жүктілік кезінде қыз-келіншек ағзасында көп өзгеріс болады. Дәрігердің айтуынша, бұл қалыпты физиологиялық кезең. Жүкті әйелдің бүйрегі босануға дейін ғана қабынуы мүмкін. Дегенмен бала көтерген әйел зәр шығару жүйесіне аса мән беруі керек. Құрсақтағы баланың өсіп жетілуі, әйелдің өзін жақсы сезінуі, ойдағыдай күтінуі бүйректің қызметіне байланысты. Бүйректегі қандай да бір кінәрат нәрестенің шетінеуіне, плацентаның ажырап, су кетуіне және әйелдің уақытынан бұрын босануына себеп болуы мүмкін. Тіпті бүйректің дұрыс жұмыс істемегенінен әйел, дені сау бала туа алмайтын жағдайлар да болады дейді дәрігер. Бүйрек ауруларынан қалай сақтану керек? Нефрологтың айтуынша, ақуыз бен тұзды көп пайдалану бүйрекке зиян. Суық тигізу, аяқты жылы ұстамауда оның қызметін бұзады. Қант диабеті мен гипертониямен ауыратын адамдар бүйрегін жиі тексертіп тұруы керек. Мұндай анализдер қымбат емес, тіпті тегінде жасалады. Бүйрек аурулары көп аурумен қатар жүреді. Қандай да бір операция жасататын пациент нефрологтың кеңесін алуы қажет. Себебі наркоз бүйрекке әсер етіп, оның жұмысын уақытша тоқтатып тастауы мүмкін. Видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда.